Тағы да барлықтарыңа сәлем достар. Мінекей кезекті Қытай елінен тапсырыс Алиэкспресстен келген. Мінекей бұл жолы мынандай екі үлкен қорапша. Бұл қорапшаның ішінде Meizu M1 Note деген смартфон. Екі қорапшада да сол смартфон. Бұл екі смартфонда сол бір саудагерден тапсырыс берілген. Бір күн айырмашылығымен. Бірақ екеуі бір күнде жетті. Соған қарағанда шамасы бір уақытта салып жіберген болу керек саудагер. Бұл тапсырыс мен осы Алиэкспресстен сауда жасап жүргелі бері рекордты уақытта десек болады. Өте жылдам уақытта келді. Тапсырыс берген күннен бастап 15 күн ішінде келді. Мінекей мынау шағын ғана сыйлықтары, мінекей мынандай жұмсақ силиконды бампер және қорғаныш пленкасы. Және мынандай стилус, карт ридер және мына подставка дейді. Мінекей өте жіңішке болып кетіпті. Бұрынғылары мынадан 2 есе қалың болатын. Өнімдеп отыр қытайлықтар. Және мінекей біздің евро стандартқа арналған переходник. Мінекей смартфонымыздың өзі, басқа еш нәрсе жоқ бұның ішінде. Енді артында жазылып тұр, тек білу дейді көк. Бұл көк версиясы. Көк және ақ версиясына тапсырыс берілген болатын. Қазір ашып көреміз. Шамасы саудагердің өзі ашып көрмеген болу керек, тексермеген болу керек. Мінекей смартфонымыз, оның ішінде мінекей мынандай өзінің фирменный дейді. Fly. Сізге көріне ме, көрінбей ме достар? Мінекей фирменный өзінің жаңағындай иінесі дейміз ба, не дейміз, сим картаны шығаруға арналған. Және Meizu'дың зарядкасы. Екі амперге арналған. Және міне смартфонның өзі. Артында мінекей мынандай кішкене ғана гарантийный талон Қытай тілінде. Смартфонымыз осындай көк, ұзын, үлкен, 5,5 дюйм. Қосып көрелік. Қосылмай тұр. Шамасы зарядкасы өткен болу керек. Мінекей мына сырты пластик, жылтыр пластик, көк, мынандай голубой дейді. Екі түрлі вспышкасы бар. Камерасы 13 мегапиксель. Samsung'тың камерасы модулі. Экран 5:5, Full HD, 1920-1080 пиксельді құрайды. 5:5 дюйм Sharp'тың дисплейі. Және мінекей төмен жағында динамик, USB және микрофон. Оң жағында мінекей симкаға арналған лоток. Екі симка салыну керек. Бұл жерде флешка салынбайды, тек екі симка салынады. Екі симка. Мына жерде жазылып тұр мінекей. Оң жағында мінекей дауыс азайту, көбейту батырмасы, төбесінде ішке қосу батырмасы, наушник және екінші микрофон. Алдында мінекей 5 мегапиксель камера. Бұл да Samsung'тың кәудем шамасы. Есімде жоқ. Қазір қосылмай тұр. Қазір зарядкеге салып қосып көреміз. Оған дейін екіншісін ашып көрелік. Бұл екіншісі деді дәл сондай, тек ақ
түсі ақ. Бұл жерде де мінекей дәл сондай бампер және екі, мына жерде біреу болса, мына жерде екі защитный пленка. Және де сондай мен ұсақ түйек майлешеде. Жарайды, бәрін салып қоя тұрайық. Екіншісі мінекей white ақ версиясы. Қазір бұны ашып көрелік. Мінекей достар, көк версиясында мына жерінде қағаз көк, ақ версиясында ақ қағаз. Бұл жерде комплект дәл сондай. Мінекей ішінде тұр жаңағы бейнесі. Дәл сондай. Бұл дәл сондай смартфон, тек сырты аппақ. TD-LTE M463U деген версиясы. Біздің Қазақстанда 4G, яғни 6 4G-ні поддержка жасау керек. Бұлда қосылмай тұр, шамасы, батарейкасы, зарядкасы біткен болу керек. Сонымен сырты қақпағы ашылмайды, сол себептен қазір зарядкаға тығып көреміз. Міне енді қосылды. 4G дейді мінекей. Шамасында Қытайдың өзінің ішкі нарығына арналған, не болмаса жаңағы мобильный оператордың прошивкасы болу керек. Мінекей бізге тіл таңдауды ұсынып тұр. Русский. Далее. Wi-Fi керек емес. Пропустить. Руководство. Далее. Готово. Мінекей. Қытайдың программалар қойылған барлығы. Android 4.4. Flyme 4.2. Операциондық системасы. Память. Екі симка. Тағы не көруге болады? Память мына жерден көреміз. Мінекей всего 14,56 гигабайт, доступно 11,6 гигабайт дейді. Яғни 11,5 гигабайт бос орын бар. Бұның бір минусы SD картасы салынбайды. Әзірге осы достар, мінекей әлі тағы асықпай дұрыстап көре жатармыз. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.